достар, бүгін сіздермен Instagram парақшаға қалай ешқандай номерсіз, ешқандай почтасыз, егер сізде оны білмесеңіз, мысалы номеріңізді әлі білмесеңіз, номерді білмесеңіз, қай телефонмен номермен тіркелгендігі немесе почтаны да білмесеңіз, осы видео сіздерге көмектеседі деген ойдамын. Себебі мен де осы туралы көптеген оқырмандарым сұрағандықтан мен ізденіп барынша сіздерге пайдалы болатын ақпаратты бергім келді. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп, әрине еңбегімді бағалап, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Себебі осындай өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, маған менен оның жауабын ала аласыздар. Енді бастайық. Осы жерге қазір мына жерде қараңғы болып тұр. Қара болып тұр, себебі бұл жерді ешқандай адам немесе сол адамнан қорғау мақсатында, басқа біреудің қорғау мақсатында көрсетпей тұрады. Сол себепті түсіністікпен қараңыздар. Және де осындай өзіңіздің логиніңізді жазып аласыздар қазір мына жерге. Және де одан кейін помощь деген бар емес па, соны басасыздар, астында получить помощь дегенді басасыздар. Өздеріңізде жаттап алған боларсыздар. Егер сіздерде көптен бері өзіңіздің аккаунтыңызға кіре алмай жүрген болсаңыз, енді осы жерде көрініп тұр. Енді осыны басамыз, дали деген батырмасын басамыз. Егер сізде мен басқа біреудің аккаунтына кіріп кеттім. Мына жерде менде тағы осындай болу керек. Және де дали батырмасын басамыз. Енді осы менің аккаунтым. Егер сізде электронный почтаңыз болса, электронный письмо деп басасыз. Сол кезде сізге ссылка келеді, оны жақсы білесіздер. Отправить SMS болса, сізге SMS келеді. Сол арқылы SMS-ке кіріп, оңай ғана кіріп аласыздар. Но сізде екеуі де жоқ болса, не можете сбросить пароль дегенді басасыздар. Және де меніңкі телефон номерім менде 3520, қазір бұл номер менде бар. Және де осы номер және де электронный адрес бұдан келетін адреспен тіркелген екен. Енді бұл екеуде сізде жоқ. Сол себепті біз попробовать другой способ дегенді басамыз. Және де мен тез сөйлеп жатырмын, себебі көп адамдар тез үйренгісі, тез істегісі келеді. Сол себепті ұзаққа созып отырғым келіп тұрған жоқ. Енді осы жерде я не помню свое пароля дегенді біріншісін басамыз. Және де дали батырмасын басамыз. Және де осы жерде ең маңыздысы, егер сізде аккаунтыңызда постта, яғни өзіңіз қоясыз қой, пост деген білесіздер, постқа өзіңіздің фотоңызды қойсаңыз, егер сіздің фотоңыз бар болса, да дегенді, да в аккаунте есть фото со мной дегенді басасыздар. Егер жоқ болса, ешқандай кіруге ешқандай мүмкіндік жоқ деген сөз. Осы жерден өте анығы шығады. Мысалы менде қазір Инстаграмда ешқандай мен түскен фото жоқ. Сол себепті қазір мен сіздерге бір минусты айтатын боламын. Егер сізде нет в аккаунте, нет фото со мной дегенді бассаңыздар, егер сізде жоқ болса, кіре алмайсыздар. Егер сізде бар болса, әрине я дегенді басасыздар, да дегенді басамыз. Бірақ менде жоқ. Қазір көрейік. Да деп басып көрдім. Енді осы жерге өзіңізде бар, қазір телефоныңызда қандай электронный адрес сізге тіркеліп тұр, соны жазасыздар. Істеп тұрғанын, яғни сізде барыны. Үмитті 86 gmail.com. Осыны менде бар қазір осы аккаунт, және де осыған пароль келеді. Парольді келгенін қазір осыдан шығамыз. Содан кейін мына жерде Gmail деген тұрады. Осы жерге сізге 6 цифрлық пароль келу керек. Қазір. Бұл өткендегісі, мен жаңада тағы біреуін көрген болатынмын. Және де қазір тағы келу керек. Сағат 6-да. Сет менде нашар болып тұр, түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Вот, маған енді ғана жаңа пароль келді. Екеуі бірдей ме не? 10-43-82 деген жазуым керек екен. 10-43-82. Подтвердить дегенді басасыздар. Және де осы жерде өз фотоңыз бар болса, осы сөзді астын сызайын. Егер сізде постта өзіңіз түскен фото бар болса, дәл осылай доступ камераға разрешит бересіздер. Разрешит.
және де осы жерде сіз өзіңіздің түріңізді көрсетіп, осы жерде сізге мысалы Каспиге тіркелген кезде бізде стрелканы көрсетеді ғой, дұрыс па? Ол барлығымыздың есімізде деген ойдамын. және де осы жерде сізге стрелка көрсету керек. Себебі менде қазір неге көрсетпей тұр? Себебі менде постта ешқандай мен түскен фото жоқ. Сол себепті осындай болып тұр. Егер сіздерде фото бар болса, сіздерде кәдімгідей өздеріңіздің түрлеріңіз көрсеткен кезде басыңызды оңға бұрыңыз, солға бұрыңыз деп барлығын сіздерден сұрайтын болады. Себебі менде неге сұрап тұрған жоқ? Менің түрімді әлі бұл білмейді. Сол себепті сұрап тұрған жоқ менен. Енді менде егер нет деп көретін болсақ, оның барлығын сіздерге көрсетейін. Егер нет деп көретін болсақ. Егер фото жоқ болса, яғни. Давай. Егер нет деп көретін болсақ, оны да мен өзім үшін эксперимент ретінде көріп жатырмын. Егер сіздерде фото бар болса, әрине менің бірінші способым арқылы тауып алып жатсаңыздар, мен өте қуаныштымын. Менде де фото болған кезде мен сіздерге дәлме-дәл қалай жасау керектігі туралы айтатын едім. Егер сіз жаңа өзіңіздің түріңіз шыққан кезде, егер соңға оңға деп айтып тұрса, одан кейін сізде астында өзі түсіндіріп сөздерді шығарып қояды. Оны әлбетте өзіміз сауатты адам болғандықтан, әрине, оны өзіміз біліп, соны басасыздар, сіздерге қайтадан восстановление аккаунта деп келеді қайтадан кіруге мүмкіншілігіңіз бар деген сөз сонда. Неге олай отыр? Осы жерге жаздым. Далее. Попробовать другой способ. Осы жерде, я не помню дегенді бастық, жаңағыдай келеміз. Егер сізде нет болса, жоқ болса, яғни фотоңыз мен құсап, фотоңыз, постыңыз ешқандай еш жерде жоқ болса, далее. Какие-то работают видео, на которые вам позвонить или отправить сообщение вашим друзьям. Так вы можете объяснить, что это веб-проблема. Предыдущий пароль, который вы используете для доступа к этому аккаунту. Которые могут подтвердить вашу личность. Мен өкінішке орай жоқ дегенмен кіре алмай жатырмын. Егер кіре алсам, сіздерге обязательно көрсететін боламын. Бүгінге осы. Егер сіздерге бүгінгі видео, егер сіздерде фото болып жатып, өзіңіздің аккаунтыңызға кіріп жатсаңыз, мен өте қуанышты болатын едім. Сол себепті келесте енді кіріп жатсам, қалай фотосыз да кіруге болады туралы көрсететін боламын.